Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Бұл дәрісімізде біз ортадан тепкіш сорғылардың ерекшеліктері туралы білетін боламыз. Дәлірек айтқанда, біз белгілі бір жүйеде берілген жылдамдық пен сұйықтықты айдауға арналған ортадан тепкіш сорғы мен қозғалтқышты қалай таңдау керектігін білеміз. Құрылымдық шешімдер мәселелеріне назар аудармас бұрын, біз алғашқы бейне түсірілімнен алған теориялық білімімізді тәжірибелік жағынан кеңейтейік. Біз бұған дейін айналу бағытына қарама-қарсы жаққа иілген қалақты сорғыдан шығатын қысымның беріліс ұлғайғанда сызық бойымен азаятынын талқылағанбыз. Бірақ бұл теориялық тұрғыдан барынша мүмкін болатын қысым. Біз оған қол жеткізуіміз үшін біліктің барлық кіру қуаты сұйықтық энергиясын айналуы тиіс. Бұл дұрыс, бірақ тек кемшіліксіз жағдайларда ғана. Тәжірибе жүзінде сорғының жұмысы барысында түрлі энергетикалық шығындар туындайтын болады. Энергияның негізгі шығындарының бірі ағындағы үйкеліс әсеріне байланысты жүреді. Бұл шығындардың көлемі ағын жылдамдығына байланысты квадраттық түрде артады. Сондай-ақ шығындар арна кенет кеңейгенде немесе тартылғанда пайда болады. Олардың көлемі де квадраттағы ағын жылдамдығына пропорционал болады. Сондықтан ағынның ауытқымасы мынадай жолмен төмендейді. Сондықтан біз әрқашан ортадан тепкіш сорғыда сұйықтықтың динамикалық энергиясын статикалық қысым энергиясын айналдыруға тырысамыз. Энергияның шығындалуының тағы бір себебі ағындағы қайта айналудың әсері болып табылады. Ағынның шығыны жобаланғаннан төмен болса, шығындар қайта айналудың нәтижесінде суретте көрсетілгендей басым болады. Егер сорғы жобалық шығынмен жұмыс істейтін болса, қайта айналуға байланысты шығындар нөлге тең дерлік болады. Егер қалақтардың есептік бұрыштары мен ағынның нақты ауытқу бұрышы әртүрлі болса, қосымша шығындар пайда болады. Бұл жағдайда энергия шығыны ағын соққысы және қайта айналу әсерінің салдарынан жүзеге асады. Бұл кез сондай-ақ ағын шарттарын жобалауда ескеріледі. Сондықтан шығынның жобаланған мәні мен айырмашылықтардың артуына қарай шығындар да ұлғаяды. Біз қарастырған ағын қысымының төмендеуіне әкеп соқтыратын энергия шығындары гидравликалық деп аталады. Бұл ауытқу пайдалы қысымның беріліске тәуелділігін көрсетеді. Сорғының сипаттамаларына байланысты нысан кез келген ұқсастықта болуы мүмкін. Мұндай ауытқуларды сорғының жұмыс сипаттамаларының ауытқуы деп атайды. Сорғының жұмыс сипаттамаларының ауытқуын құру теориялық тұрғыдан өте қиын екеніне назар аударыңыз. Сондықтан олар әдетте эксперимент ретінде анықталады. Сорғының жұмыс сипаттамаларының ауытқуына қарап, энергияның сақталу теңдеуін қолдана отырып, сорғыдағы қысымның ұлғаюын оңай болжауға болады. Енді сорғының тұтынатын қуаты немесе біліктегі қуаттан сұйықтық қанша энергия алатынын байқап көрейік. Сұйықтық алынатын энергия берілетін қуаттан төмен болады. Бұрын айтқанымыздай, негізгі факторлардың бірі гидравликалық шығындар болып табылады. Көлемдік және механикалық шығындар басқа да факторлар болып табылады. Сонымен сорғының пәк сұйықтық алатын энергияның білікке берілетін қуатқа қатынасы ретінде анықталуы мүмкін. Стандартты ортадан тепкіш сорғы үшін тиімділік келесідей өзгереді. Біліктегі қуаттың сәйкесінше өзгеруі мынадай болады. Сіз сорғының жұмыс сипаттамасының ауытқуында барынша жоғары тиімділік нүктесі бар екенін байқауыңыз мүмкін. Ол сипаттамалардың оңтайлы нүктесі деп аталады. Ол мұнда қысымның ауытқуында көрсетілген. Белгілі бір корпус үшін біз түрлі көлемдегі жұмыс дөңгелектерін таңдай аламыз. Үлкен жұмыс дөңгелегі үшін қысымның ауытқуы мынадай болады. Пәкінің оңтайлы нүктесін көрсетелік. Кіші жұмыс дөңгелектер үшін қысымның ауытқулары мынандай болады. Оларда да пәкінің оңтайлы нүктелері көрсетілген. Енді басты мәселеге оралайық. Ортадан тепкіш сорғыны қалай дұрыс таңдауға болады? Негізгі міндет берілген биіктікке белгілі бір шығынмен сұйықтықты айдау, жүйенің жұмыс сипаттамалары. Яғни шығынға байланысты жүйедегі қысымның қалай өзгеретіні ауытқулар жүйесінде көрсетілген. Жүйедегі шағын әрі айтарлықтай шығындарды ескере отырып, өзгерістер келесідей іске асатын болады. Сорғы жүйесінің сипаттамалары ауытқуы берілісті реттейтін шүмектің орналасуына байланысты күрт өзгеретініне назар аударыңыз. Жүйенің ауытқуы белгілі бір өзгеріссіз жағдайда делік. Қажетті шығын мұнда көрсетілген.
Сорғының жұмыс нүктесі жүйе сипаттамасының ауытқуы мен сорғы сипаттамасының ауытқуының қиылысында болады. Сондықтан жұмыс дөңгелегін таңдауға байланысты сорғы бұл нүктелерді ең жақсы пәкмен жұмыс істейтін болады. Бірақ біздегі шарт соды біреудің белгілі бір көрсеткіші болса, көрсетілген жұмыс нүктелерінен мынау біздің шартымызға барынша лайық болады. Сондықтан дәл осы жұмыс дөңгелегін таңдаған жақсы. Дәл осы кестеде біз пәкінің ауытқуын көрсете аламыз. Осылайша біз пайдаланудың осы режиміндегі тиімділікті анықтай аламыз. Біліктегі қажетті қуатты келесі формуламен есептей аламыз. Бұл лайықты қозғалтқышты таңдап алуға мүмкіндік береді. Егер мұндай сорғы кавитацияның пайда болу проблемасын шеше алатын болса, тиімді болып саналады. Назарыңызға рахмет.